Бәріңіз сәлем достар. Бүгін мен Майнкрафттан выживание түсіремін. Лайктарыңызды басып жібереміз. Тез басып жіберейік. Бүгін мен Майнкрафттан выживание түсіремін. Яғни 1.5 версиясынан. Сол үшін лайктарыңызды басады деген ойдамын. Және менің осы каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қазір ешектер. Достар, кімді айтып жатыр десеңіздер, яғни білетін шығарсыздар, мен бұрында Талғатпен бірге видео түсіретін едім. Яғни қызықты видеолар, бір шайқас сондайлар. Сонымен түсірген Талғат деген бала. Соны айтып жатырмын. Бір балаға жақсы қылған, енді ол кетіп қалды. Өзі шопақ болып отыр қазір. Мирғым келіп отыр да. Қатып кетті. Дегенде қызғылып кетті. Бір версиясы істемейді. Болды, кірді. Бұны құтпай қояйық. Қараңыздар, күнді қараңыздар. И бүгін біз выживание етеміз осы жерден. Зато құдықта мен эндерменге кіріп сөйтіп істеймін. Жинаймыз. Бірінші үйге барамыз, бір үйге. Әжеттердегі сәзді екеуін аламыз. Екеуін қол қоямыз. Және жейміз демі. Осылай. И мына жерде әдемі дерзкий үйлер бар екен да. Енді қайда не бар? Житель. Привет, как дела? Қыз житель бар ма? Қыз житель танысатын жер жоқ қалада. Айтсаңдар, біреулер қалада танысатын адам бар ма? Ауыл екен ғой. Ауылдыңыздар зың. Қаланыңыздары дың ғой. Достар, мен қазір ұлтмыс киімде жүрмін. Сол үшін прикол ұстап кеттім, достар. Туй! Нәрседе тұр екен ғой. Үйге кіріп не істеу керек? Ой, үйлерің не екен да? Ой. Үйді кім салған? Өтчет қылып салып. Шетелдер. Так что бұл менің үйім. Енді өзім осы жерде тұрамын.
Кім ес қағатқан? Так. Түнде зомби келеді. О, верстак. Найден верстагын алып. Сосын қашып кетем. О, мына что-то маған алып кетті. Осы үй болатын сияқты. Осы төбеден бақылап отырасың. Ема деп үйдің төбесіне секіріп кетесің. Ема. Так, түк жоқ менде. Бүгін мен пшеница жинай тұрамын. Осы үй менікі. Үй ішіне кірем. Сосын мына шетте верстак тұрады. Есік бар ғой, бірақ бізде. И мына шетте достар бізге таяқ керек. И кирка. И достар бізге түнде күресуге қылыш керек. И мына шетте крек. Зомбилер келсе, басынан бір қыламыз. Онымен кесеміз, и мына киркамен басын бүйтіп тастаймыз, и жарып тастаймыз ғой достар. Кетті. Так, мына шетте түк жоқ, иә? Маған не керек әзір? Ойбай, жұшты адамды. Ема, соқышты там. Бірақ маған факел керек, көмектесіңдер. Мына жерде алма деп қалған ғой достар. Бізге факел керек, е? Бірінші біз не жасақ болады? Ешкім жоқ, ештеңе жоқ. Бұлай мынаны боламыз. Мына таяқпен бұрамыз ғой. Кеш батып кеттім. Стой. Подожди, один минутка. Мама, бедно. Мама, о. Кетті ғой. Азанғы қойайық. Тайме. Сеттай. Кебе. Факел керек
Қалай түсемін айтпайсың маған. Факел бар ма? Факел. I'm sorry. Факел деме. Маған тек факел керек. Факел бар ма? Факел. Қайда кетті? Факелді қалай жазады? Не тағылсыншы? Қайда кетті? Факел. Лебел. Факелді өз еңбегіммен таппасам болмайды. Ал ендеше салыңыздар достар, келесі бөлімде мен шахтаға баратын боламын. Ал мен оған шейін тамақ ішіп алайын. Айттым ғой шетелдер сендерге. Дастарханның бір отыратын жеріне істеп қоймаңдар бұлай деп. Не қатесіңдер, я? Көрсетем мен сендерге қазір. Үйдің бәріне бір нәрсе қойып шығам. Кіре алмайсыңдар сосын. Ешкім адам ұқса тамақ ішейік десеге ішкізбейсіңдер. Морковь жеп алдым, ал ендеше салыңыздар.